Әр адамның өмірі өте бағалы. Оны сақтау керек. Үйде, көшеде, табиғатта адамға қауіпті нәрселер бар екенін ұмытпаған дұрыс. Біз өз өмірімізді аман сақтау үшін қауіпсіздіктің бірнеше ережесін білуіміз керек. Менің үйім, менің қорғаным деген мақал бар. Бірақ сол үйде жалғыз қалатын кездер болады. Жалғыз қалғанда үтікті қосуға, газды пештерді пайдалануға, шырпыны тұқатуға, қайшымен ойнауға, өз бетімізше дәрі қабылдауға, уксус сияқты сусындардың шынысын ашуға болмай. Көшеге шыққанда бейтаныс адамдар бізбен сөйлескісі келетін жағдайлар кездеседі. Бейтаныс адаммен сөйлесуге, бейтаныс адамның берген затын алуға болмайды. Сонымен қатар көшеде иттерден абай болған жөн. Тістеп алған жағдайда бірден дәрігерге қаралу керек. Жаз айларында балалар өзен, көлге шомылғанды ұнатады. Шомылу кезінде өзіңді еркін сезіну үшін қажетті ережелерді білгенің дұрыс. Бірінші және ең негізгісі суда жүзе білу. Тыйым салынған суда, түбінде қауіпті тастары бар су қоймаларында шомылуға болмайды.